кексті кеседе ешқандай формасыз, миксерсіз, микроволновкада да пеште де дайындауға болатын рецептімен бөлісемін. Жұп-жұмсақ, дәмі де ерекше шығады. Ең алдымен жұмыртқа қант салып араластырамыз. Одан соң какаоны қосып, араластырып, жылы сүт, ұнды, қамыр қопсытқышты қосып, барлығын жақсылап араластырып, үстіне бөлме температурасындағы сары майды қосып, түйіршік қалдырмай араластырамыз да кесеге дым жақпай құр өзіне массамызды құйып шығамыз. 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Пісіп-піспегенін таяқшаны тығып тексеріп алсаңыздар болады. Дәл осы рецептпен микроволновкада 20-25 минут қойып пісіріп алсаңыздар да болады. Өте жұмса, ерекше шығады. Бетіне қалауыңызша джем, шоколад жағып әсемдесеңіздер болады. Кекспен бірге сіздерге целлулозды, құрамы таза, бояғышы жоқ, табиғи бай шайын ішуді кеңес беремін. Мінекей осымен кексіміз дайын. Кесеге жабыспай әдемі алынады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лүпіл бас сақтап алыңыздар. Ас болсын.